Қайырлы күн, құрметті талапкер. Сізбен бірге Education Guide Анель. Болашақ мамандығыңызды әлі таппадыңыз ба? Мен сізге көмектесемін. Бүгін экономика білім беру бағдарламасы туралы айтып беремін. Бұл білім беру бағдарламасы менеджмент және басқару білім беру бағдарламасының тобына кіреді. Қазір ұйымның қаржы шаруашылық қызметін жоспарлау, зерттеу және басқару саласындағы мамандар бұрынғыдан да көп сұранысқа ие. Экономистің негізгі міндеті өндірістік қызметтің табыстылығы мен қамтамасыз ету мақсатында компанияның ақша ағындарын сауатты бөлу. Бұл білім беру бағдарламасына оқуға түсу үшін УБТ-да математика және география пәндерін таңдау қажет. 2021 жылғы мемлекеттік білім беру гранттарын тағайындау конкурсының нәтижесі бойынша грантқа түсу үшін шектік ұпай 116-ны құрады. Оқыту қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жүргізіледі. Университеттегі 4 жыл ішінде сіз бастапқы құжаттаманы жасау және жүргізу, компания қызметіне талдау жасау, әртүрлі есептеулерді орындау, бюджеттің атқарылуы мен бақылауды жүзеге асыруды үйренесіз. Экономист мамандығы әрбір түлекке қаржы және экономикалық қызмет саласында жұмыс істеуге, сондай-ақ осы қызықты және болашағы бар салада ғылыми зерттеулермен айналысуға мүмкіндік береді. Біз түлектеріміздің мемлекеттік мекемелерде және Самұрық-қазына, Қазақмыс, Казминералс PLC сияқты ірі компанияларда, PwC, E&Y, KPMG, Deloitte сынды үлкен төрттік қазақстандық филиалдарда жұмыс істейді. Сондай-ақ өз бизнесін ашып дамытуда. Қауыммен бірге арманындағы мамандықты таңдау.